Баланың ең бірінші жауы ол оның туған анасы. Ойбай, балам ауырып қалмады ма екен, машинаға қағып кетпеді ме екен, біреу тонап кетпеді ме екен, үйтіп қалмады ма екен, бүйтіп қалмады ма екен деген өзінің ойында 1045 жүретін жаман ойларын ойлай баласы жайлы. Мынау дәнек секілді, қияр помидор секілді семенасын ойды себет жерге. Және ол күннің күнінде 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл өткенде де ол міндетті түрде ол сепкен жаңағы тұқым ұрығы өсіп жемісін береді. Ойлаңыздаршы, енді помидор мен қиярды сепсеңіз де ана кішкентай бір тұқымынан ол өсіп өніп кәдімгі қияр помидор жейміз ғой біз. Адамның ойы да сондай. 20 жыл өтсе де, 5 жыл өтсе де, 10 жыл өтсе де, сол бір өзінің ойлаған жаман ойы баласымен болған кезде ата-аналар не айтады білесіздер ма? Білген мен оны, мен сезген, менің жүрегім сезген деп айтады. Жоқ, оны сіздің жүрегіңіз сезген жоқ. Ол ойды сіз 5 жыл, 10 жыл бұрын септіңіз. Просто ол уақыты келді, жемісін берді. Және ана өзінің махаббатымен баласына деген шексіз байланып қалған махаббатымен баланы тұншықтырып өлтіре алатын қасиетке ие. Бұның барлығын мен қайдан айтып тұрмын? Ол мен ертеректе оқығам психолог Александр Некрасовтың «Материнская любовь» деген кітабы бар. Сонда осы менің айтып тұрғаным барлығы жазылған. Кезінде қазақтарымыз керемет айтқан ғой, Аллаға аманат, аумен дейді, болды, батасын берді, жіберді, я ұлы болсын, қызы болсын, айлап, жылдап. Ал бізде қазір чересчур жаңағы махаббаттың үфлеп-сүфлеуінен керісінше біз балаларымызды бір рухани бір іштей мүгедек жасап жатқан сияқты мен бір картиналарды көрем қоғамда. Балам осы студент кезінде, шатаспасам, Египетке бардық. Енді менің оның алдында мынау Үнді мұхитында, Египетте, Қызыл теңізде, барлық демалыстарда теңіздің астына жаңағы погружениеге түсіп, мен кәдімгі ракушкилар теріп, теңіздің мұхиттың астындағы әлемді көрген жақсы көрем. Жаңағы акваланмен демалатыныңды алдың, көзілдіріңді жаңағы ауаңды жұтатын барлығын кидің, судың астына кеттің, рахаттанып, су асты әлемін көріп, жаңағы жемчуг дейміз ғой, ракушкаларды теріп, қандай астында әлем бар, соны көріп тамашалағанды, балықтың түр-түрін жаным жақсы көреді. 8 метр тереңдікке, 5 метр тереңдікке түскен кезде өзім үшін қорыққан емеспін. Ал кейін балам өсіп қалғанда балам түсті, менің көзімше Қызыл теңізге, Египетте. Балам судың астынан шыққанша мен бір өліп тірілдім ғой, сіздерге айтайын. Қорыққаным соншалық балам үшін, как будто бір судың астында қашан шығады деп көзім аларып, жаңағы демім, дымым ішімде шыққан кезде жылап жібердім ғой, білесіздер ма? Яғни мына ананың махаббаты балаға деген өте қорқынышты нәрсе. Бұл Алланың берген бізге аманаты, балаларымыз да баланың өзін шексіз, ессіз Алладан артық сүюге болмайды. Ессіз балаларына жақсы көріп байланған ата-аналар бір уақыты келгенде, баласы үйленгенде болмаса, баласы әйелінің артынан келіп жатады, анасынан алыстап кетеді, болмаса басқа түрлі жағдайлармен бала анасынан алыстайды. Бұндай жағдай қоғамда жоқ емес, бар ғой, иә? Себебі кілті, оның сыры осыда. Біздің баланы дүниеге келгеннен ессіз жақсы көргендігімізден уақыты келгенде ішімізден шыққан баланың өзін бізден алыстатып қояды. Сол болмас үшін тіпті ішіңнен шыққан баланың өзін жақсы көрудің өзі мынандай бір орнымен, умеренно, Алланың аманаты ғой деп қана жақсы көру керек. Қазақта мынандай не көп, балам үшін осы Астанаға көштім, білмеймін, ауылдан Алматыға көштім, балам үшін деп өмір сүріп жатырмын. Балам үшін деген ұғым енді қорқынышты нәрсе. Сіз өзіңіз үшін өмір сүріңіз, сіз бүтін болсаңыз, сіз бір гармонияда, тыныштықта, ішкі рухыңыз, рух жалпы тыныштықты жақсы көреді, рухыңызбен бір гармонияда, тыныштықта өмір сүрсеңіз, балаңыздың өмірі де, балаңыздың сізбенгі қарым-қатынасы да онсыз да гармонияда. Жазға кеш жарық, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Құдай-ау, Астана ыстық деп. Бүгін кәдімгідей Венеция болып жатыр, қайықпен шомылатындай, сондай бір көңілге, көшенің бәрі пробка, солай болып жатыр. Бірақ өте бір қоңыр салқын, 2-3 күн болды, күшті болып тұр. Кештеріңіз сәтті өтсін. Күні бойы сторисқа кірмей енгенді бір батыр дейсің.
пробка. Бүгін Еркебек екеуміз келе жатырмыз жолда. Және Еркебек деген қандай әдемі ат деймін да. Нағыз қазақтың аты. Атыңа затың сай болсын деген қазақта жақсы сөз бар. Неге олай айтқан? Себебі қандай ат қоясың, оның өмірі де тағдыры да солай болады. Мысалы, Еркебек, Ерлан, Нұрлан, Батырхан, Батырбек, білмеймін, енді қазақтың әдемі аттары бар ғой. Айсұлу, Күнсұлу, Айсұлтан. Жалпы мен қазақтың аттарын жақсы көремін. Себебі мағына терең. Және өзіміздің ұлттық кодымызға жақын. Және де қандай ат қоясың, мағынасына қарап қою керек. Себебі сол атыңа қарай өмірің, аяқ алысың, тағдырың барлығы әсер ететіні анық екен. Қайырлы таң баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін 4-ші күн болды, больницада жүрмін. Жүру себебім, менде бір плановый операция болу керек еді. Сол операциям кейінге шегерілді. Өйткені менің гемоглобинім төмен, почкаларым реттеу керек, дұрыстау керек, сол себепті де. Общем, маған отказали. Енді ол да врачтардың профессионализмі деп ойлаймын. Сонымен не керек? 3-ші күн, 4-ші күн таң атпастан больницада жүрмін. Қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Балалардың кішкентай кезінен самооценкасына қаншалықты мән беру керектігін мен қазір байқаймын да. Өйткені мен өзім, мысалға, мына мұрнымның мына жерінде не жағып қойған ба? Тоналка жағып қойған ба? Общем, мұрнымның мына жерінде менің тыртық бар. Маңдайымды білесіздер. Менің жарты бетін шөтілі маңдай 5 елі. Бақ, өте кең. Шынымен де 5 саусақ бірақ сияды ғой, представляете, 4 железін сияды, неқтен 5 сияды. Кішкентай кезімде менде қатты комплекс болатын маңдайдан. Неге маңдайым кең, неге менің мұрнымда тыртық деп, мына жерде мынандай тыртық бар, ол енді мен бала кездегі тыртығым. Құлап, тас кіріп, сол больницаға операцияға жеткенше, мына мұрнымның тыртығы ішінен түсетті, мынандай сызық болып сыртына түсетті. Енді өсе келе, бой жете келе комплекс қой енді. Мектеп бар, орта бар деген сияқты білесіздер. Мама жылайтын, неге мен мұрным тыртық, неге менің маңдайым соншама ашық, кең, шашым түсіп қалған сияқты деп. Сол кезде маған мамам айтатын. Бұның барлығы, мына маңдайдағы кең маңдай, бұл 5 ел бақ. Бұл бақ, сен ешкімге ұқсамайтын өзіңнің басыңдағы 5 ел бағың бар деп. Одан кейін тыртығым десем, ондай тыртық білесің ба, ешкімде жоқ, ол жалғыз сенде бар. Тіпті адасып кетсем, мен сен көптің ішінен тауып аламын осы тыртығың арқылы дейтін. Соңға қарасам, менің мамам кішкентай кезімнен менің самооценкамды көтерген екен. Менде ешқандай комплекс болмау үшін, ешкімнен ыңғайсызданбау үшін, ұялмау үшін, еркін жүруім үшін және өзіме сенімді жүруім үшін менің анам менің самооценкамды көтерген. Балаңыз талантливый, не талантливый, білмеймін, ақылды, ақымақ, кішкентай болғаннан ерке, сақау деген сияқты. Соның барлығын плюске айналдырып отырсаңыз, ол бала толыққанды өзіне сенімді болып өседі екен. Сосын кейін бағана айттым ғой сіздерге, анам кішкентайымнан менің бір самооценкамды көтерді деп. Қазір қарасам, мені өнерге баулығанда анам екен. Титтайымда бір жерге, бір тойға, бірдеңеге барып, бір ойыншық ұнап қалса, ән айтсаң, мына ойыншықты саған береді екен. Жаңағы өлең оқысаң, тақпақ дейміз ғой, тақпақ оқысаң, саған мынаны бір сыйлыққа береді екен деп алдап қояды. Сөйтсем, ана кісілердің барлығы мен тойдың иелері мен айтып қояды ғой енді. Сөйтіп мені баулу екен ғой. Одан қалай олимпиада, мен для әдебиеттен олимпиадаларға көп қатыстым. Олимпиада болсын, қыз сыны болсын, қандай да бір өнерге баулу, менің развитиема қатысты нәрсенің барлығында анам басты рөл ойнаған екен. Сондықтан мен айтамын, аналарға ерінбеу керек қазірден осы инвестицияларыңызға.